сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін міне малинаны сатып алдым, содан қазір варенье жасайтын боламыз. Соны қалай қанша қосатынын сіздерге көрсететін боламын. Ал онда бір шай алайық суға. Жаңа бір жуып алған болатын тұғымыз, бірақ сіздерге көрсетейін деп. Бұл өзі нәзік болғаннан кейін бүйтіп бұны қолмен жуып былай қажеті жоқ. Жаңа бір жуып алдым, мен жай сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Дұршылақтарыңыз болса, дұршылаққа салып та жасауға болады. Дәмі өте әдемі, тәтті, керемет. Бұған қант та көп қажет емес шығар. Осылай шайып алып, кішкене қазір кептіріп алатын боламыз. Ал енді жуылған малинамызды мындай таза матаға бүйтіп аударып кептіріп аласыздар. Өйткені қазір кептірмесеңіздер, варенье жасаған кезінде ол сұйық болып, жаңағыда вареньеларыңыз онша болмай шығады. Не осылай кептіріп аламыз. Мұнда енді жобамен 1-2 келідей бар. Осы 2 келіге 2 келі қант қосасыздар. Одан көп қоспаңыздар, өйткені малина өзі тәтті, қышқыл емес, сондықтан да 1 келіге 1 келі қосасыздар. Ал міне малинамызды кептіріп алдық, құрғатып, енді осыны ыдысымызға саламыз. Бұл малина қысты күні өте пайдалы. Ауыртмау тегенде, ауырғанда бұны қантымыз араластырып болғасын. Қазір мен айтам ары қарай. Енді мынаны салып алайық бірінші. Ал міне малинамыз дайын болды. Енді осыған қантымызды араластырып қосамыз да ақырындап еземіз. Ол өзі нәзік болғандықтан оны қатты басып керек емес, осындай ыдыспен де өзі басылады. Негізі бұрын қайнатқанбыз, ертеректе, қазір бұны қайнатпай, осылай қантқа араластырып, қысқа солай дайындаймыз. Себебі қайнатпаса бойында өзінің витаминін көп сақтайды. Сондықтан да енді қант ермей қалады деп уайымдамаңыздар. Өзі тұра қант ерейді. Не 2 келіге 2 келі қант қосып жатырмын. Мясорубкадан да өткізіп жатады, бірақтан да мен енді өте нәзік болғандықтан өзі де осылайда ерейді. Нақа енді өздеріңіз қайнату керек осы десеңіздер, бір қайнатып алыңыздар. Бірақ мен қайнатпаймын, жасап болғаннан кейін салқын жерге шығарып қойсаңыздар, ол өзі кәдімгідей қыста сақталып тұрады. Енді лезде сразу ыдысқа салмаңыздар. Осылай кішкене бір 2-3 сағат қойып қойыңыздар да, тағы да бір былғап, қант әрден ерігеннен кейін барып ыдыстарыңызға салатын боласыздар. Әп-әдемі ғана ол шықты. Иісі де әдемі. Әбден араластырып алып, осылай езіңіздер. Азып кетпейді, қорықпаңыздар. Салқын жерде холодильникке салып қойсаңыздар, сол қалпы тұрады. Смородинаны да мен солай қысқа сақтаймын, өткенде жауып үлгермедім сіздерге көрсетуге. Азып кетпейді. 100% гарантия берем. Сол сақталады, өзі солай. Уайымдамаңыздар. Если ыңғайсыз десеңіздер, мясорубкадан өткізіп алыңыздар. Қантын артық көп салып қажет жоқ. Қанты көп болса да ермей қатып, онша болмайды ол. Осылай. Малина тәтті болады. Мен 1 келі қосқыларыңыз келмесе, мұнда бір 800 грамм қосуға да болады. Қантын көп қосқан сайын ол сұйық болады өте. Сондықтан да өте көп қоспаңыздар. Езілмей қалды деп уайымдамаңыздар. Ол бәрі ештемеде болмайды. Ірі болып тұрса да ішінде. Үлкен деп осы біртүрлі болып тұр десеңіздер, бүйтіп ақырын езіп жіберіңіздер. Негізі ол үлкен деген ештеме етпейді. Былай. Түкті болмайды. Мінекей. Мен сіздерге салып көрсетейін қалай болған. Қоюлығы да бәрі әдемі, керемет. Мінекей. Егер қант көп қоссаңыздар, ол кәдімгідей көп болып кетеді, сосын сұйық болады. Не қараңыздаршы қандай әдемі екен. Өте керемет. Екеңіздер. Ал вареньеміз дайын болды. Мінекей дегустатор қызымыз дәмін көреді. Кәне жаным дәмін көр. Нанға жақта қаймақпен жемейін деп түсінеді. Үстіне жағып көреді.
Енді бұны жаңа айтып кеттім ғой, енді бұны салқын жерде сақтайсыздар. Мен өзі 1 литрлік банкаларға құямын да, холодильниктің ішіне жауып қойып қоямын салқын жерге. Қыстай көктем да жазға шейін сақталып тұрады. Ал, дәмді болсын, тусам варенье, ал ауысты енді. Бүгін бағанда айтып жүр. Варенье жейміз де. Маймен қайнатып жүрмейді, ішіне түсіп қояды еще нан. Үстінде ана көзі шығар. Қыстырар үстінде. Алдың ма? Үстінде кішкентай майынан дөмелектері болған. Түндері ретінде қыстыр. Жарасынан қышты аташы. Дәмі қышты. Жасап көріңіздер. Өте әрдімі. Менде мұндай банкыны ыстық сумен шайып, не болмаса стерильдеп жүріңіздер. Осындай банкаға сақтауға болады. Мен енді пластмасса ыдысқа өте сақтай қоймаймын, осындай банкаларға сақтаймын. Нақа стерилизация жасамасаңыздар, ыстық сумен бүкіл жан-жағын бәрін шайып, крышасына шейін осылай салып, қысқа сақтайсыздар. Ашуға да ыңғайлы, кішкентай банкада салсаңыздар, кішкентай банкаға мінекеңіздер. Осылай жалғастырып. Осымен мінекей малинаның вареньясы дайын болды. Жасап көріңіздер. Өте әдемі. Подписка жасап кеттіңіздер, лайк басыңыздар, қоңырау шалуын ұмытып кетпеңіздер. Қош сау болыңыздар.